Бәріңізге қайырлы күн қыздар, менің каналыма қош келдіңіздер. Қазір біз капустаны банкіге тұздайтын боламыз, ішіне свекла, яғни қызылша қосатын боламыз. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен біз капустамызды ортасына бөліп, жарты капуста қажет болады. Бізге 2 литрлік банкіге осылай шетін, керек емес жерін кесіп тастаймыз. Және бетіндегі қара болып тұрған бетіндегі қабықтарын да алып тастаймыз. Осылай барлығын тазалап алғаннан кейін енді капустамызды өте ұсақ етіп, жұқа етіп, жіңішке етіп турап шығатын боламыз. Міне ортасындағы осындай қалың жерлерінде алып тастаймыз. Бізде капустаның жарты бөлігінен 2 литрлік банкіден 2 банкі шығады. Мен қазір тек 1-2 литрлік бір банкіге жабатын боламын. Капустамызды осылай 4 бөлшек етіп барлығын турап аламыз. Ұзынша етіп емес, осылай 4 бөлшек етіп турап аламыз. Барлығын бір ыдысқа салып, дайындап қоятын боламыз. Барлығын дайындап алдық. Капустамызды енді біз керекті заттарымызды алдын ала осылай дайындап қоямыз. Бір дана қызылша қажет болады, яғни свекла, және де сарымсақты да осылай 5-6 дана ашып дайындап алатын боламыз. Лавр жапырағы қажет болады, және бізге горошек қажет болады. Осындай бұрыштың осындай түрі қажет болады. 8 данасын қосамыз бір банкіге, және тұз қажет болады. 2 литрлік бізге банкі қажет болады. Алдын ала жуып тазалап қоямыз. Және бізге 6% яблочный осындай уксус қажет болады. Енді біз алдыменен қызылшамызды осылай өте жұқа етіп, пышақтың көмегімен дөңгелек етіп турап алатын боламыз. Сізде арнайы үкіш болса, солай үкіште өткізіп алсаңыздар болады. Осындай, дәл осындай етіп турайтын үкіш болса, өткізіп алсаңыздар болады. Жоқ болса, осылай пышақтың көмегімен өте жұқа етіп турай береміз. Енді сарымсағымызды ортасына бір бөліп аламыз. Барлығын енді салатын заттарымызды салып шығатын боламыз. Алдыменен банкімізге қызылшамызды 3-4 тілім ғана салып, үстіне капустамызды аз-аздан осылай салып отырамыз. Енді сарымсақты 3 данадан саламыз. Үстіне тағы да қызылшаны салып, 5-6 тілімнен осылай саламыз. Содан кейін тағы да капустамызды саламыз. Екі литрлік банкымыз толғанша осылай бірінен соң бірін салып отырып жинайтын боламыз. Банкімізге барлығын салып жинап болдық. Енді қазір біз маринадтауға суын дайындаймыз. Суымызды құйып, кастрөлімізге салқын су құямыз. Содан кейін үстіне 2 ас қасық тұзымызды саламыз. Содан кейін 1 дана лавр жапырағын салып, ішіне 8 дана осындай горошек бұрышты қосамыз. Барлығын жақсылап бір араластырып, отқа қоямыз. Қайнағанша күтеміз. Суымыз міне қайнады. Енді оттан алып қоямыз. Банкіге бірінші яблочный уксусымызды құямыз. Содан кейін шына дайындаған қайнатқан суымызды үстіне құятын боламыз. Барлығы бізде осы 2 литрлік банкіге жетеді. Барлығын құйып шығамыз. Дәл осы бейненің астынан басқа да рецепт түрлерін тамақтың көре аласыздар. Менің каналыма тіркеуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта тегін рецепттермен көптеп бөлісетін боламын. Тамаққа өте дәмді салаттардың бірі. Құйғаннан кейін енді қазір біз бетіне қақпағын жабатын боламыз. Бөлме температурасында әбден суығаннан кейін холодильникке салсақ болады. Кемінде 2-3 күн тұрғаннан кейін біздің капустамыз қызыл түске енеді. Содан кейін барып ашып жей берсек болады. Басында осылай капустамыз ақшыл түсті болып тұрады. Уақыт өткеннен кейін, 2 күн өткеннен кейін
қызғыш түсті түс беретін болады. Содан кейін ашып тамаққа жей берсек болады.